Шаяшылар турызы түрен тілі шоның құды проект хостары республиканың город аймақтарында қығырғыжыларының туғазығылар ештіше. Ана андық шорықтарының пірсі салылғын ағбын пилтірі аймандағы ойбат алзар. Орындағы школады үгірінген саблық поэт Валерий Майнашев. Тайғы пори орнықпарғын ахолды түрен ұлық талантық ширсуғжыларын Валерий Гавриловичті бұл школының үгірінжілері шақсы пілшелер, ұлығылапшылар, бұғдарқапшылар. Аның шаяшызының кішігдің алы танысшылар. Кластарды, басталық класстарында бүсі кіші кебелістерін үгіречебіз. Қадығаның шоғыл, базы шоғыл, менің шоғым. Андық кіші болуғы немес, базы атрывықтарының да бірай тоқытшабыз. Валерий Майнашев хагас орыста тілінің уғас тілі кебелістер басқан. Саблы классиктерінің тоқыстарын тілбістен, аның тілі полғынын алы пілтістік шағын. Хади шетіші ол шершияның сілін, жінің ұмызын, аның стихтары сарынарға айлын парғанар. Олған архынып исканар Зинаида Аршанованы, саблық поэтің шағын кізізі, хады құнғаны Валерий Гавриловичтіңір көп шапсақ немеш оқтан. Біз күстінгіп, қайдағыдар күстінгіп, ол кішежік баларға ұлы класстар болған. Хадида аның жұқтазын бірай жоқтергі қайдақ ол кізі болған, қайдақ ол болған писатель, қайдақ болған ол кізі аразынды, қайдақ ол семьезінде болған. Қайде ол шұрта жаңы неме қайде ол шұртержік ам шұртасты. Бірай жоқтасқыз. Мен өріншем, что балар пісті маңат сезінділер, маңат пілділер бірай немені. Ойбы талдығы школада Валерий Майнашев кешардылған чая шейірлер төреміл иртішелер. Поэтін кебелістерін өттік қығырырын жамарығылар боладыр. Ал библиотекасыда қығырғыжаларының алынжа тоқса паршы. Эди пошайғыды Валерий Гавриловичке шитон чазына шардылған чаяшы туғазық иртірген. Түрен күніне шардылған литературный вечер біз иткіпс оғанардың литературный вечер о вечности. Ол балалар анды штихтар қығырғынар. Бүкін шаяшылар тұрызы олған арзар қорығы келбен. На журналарына, паза кенделеріне, школаның, паза алының библиотекаларына шетірген. Мұндық сайха олығы кішігілер өрінгінір. Сағым Валерий Майнашевтың шаяшы тоқыстарының шынды затемнілші. Аны қығырғылар үйдек шедікпен сақтапшалар.